сетевой тәрбиеледі деп толық 100% сеніммен айта аламын. Мен де еркін сөйлей алмайтын әйелдердің қатарынамын. Мен де не нәрсеге біреу кішкене бір кемсітсе сол айна отырып қалам, стресске түсіп отырып қалам. Қазір мен алдымда ешқандай менің кедергі жоқ. Тек менде бір Алладан ғана сұраймын. Алла менің жәрдемшім, ырзық несібемді барлығын мен ине жіп керек болса да, бір сабақ жіп керек болса да мен Алладан сұраймын. Сондықтан барлықтарыңызға айтатыным, менің тұрақты көрермендерім, достарым, жақындарым, тума ағайындарым, барлық энергияны, эмоцияны, жақсылықты, денсаулықты өз үйіңізден, өз жанұяңыздан, өз отбасыңыздан, есігіңіздің алдында бір тал гүл шығып тұрды ма, соның саясында соған бар махаббатыңызды беріп, сол жерден алыңыз, денсаулықты да барлығын. Кейбіреулер көріпкел жағалайды, оған да қарсымын. Көріпкел де адам ғой, ол да жаңылысады. Дәрігер ол сауда саттық. Өйткені дәрісін өткізу керек. Ауру, мысалға айына, мен мысалға врач болдым, менің алдыма күніне 15 адам келу керек. Аурудан 100 адамды мен больницаға жатқызуым керек, 5 адамды операция жасатуым керек. Бұның барлығын мен уже зерттеп тастағанмын. Оригинал врачтардан қағаз жүзінде бәрін көріп тастаған. Сосын ағайын туыстарға айттым келеді, мен операция жасады деп айтты, анадай деп айтты, мынадай деп айтты, дәрігерім дегенге сенбеңіздер. Сіз дәрігердің қойған диагнозы 100% дұрыс болмауы бір аян. Сондықтан біз мұсылман халқымыз, біз денемізге операция жасатпауымыз керек. Алдын ала біз ауруымызға еміз дегенше ауырмайтын жол істейік. Сондықтан мен сіздерге айтатын ақыл кеңесім, осы 11 жыл сетевойда жүрдім деген, ол сетевой дегеніміз табиғи өнімдер. Осындай міне сіздерге көрсетіп отырғандай табиғи өнімдерден дайындалған емдік шөптер. Біз организмге химикатты пайдаланамыз. Дәрігерге барамыз да химикатты пайдаланамыз. Химикат бір апта 10 күн. Содан кейін қайтардан баруыңыз керек дәрігерге. Дәрігер деген сізді қайта-қайта алдына келтіре береді. Мен осы кезге дейін сетевойда жүргеніме 11 жыл, сол кезде мен қаншама байлардың, миллионерлердің, дәрігер профессорлардың кітаптарын оқып тастадым. Сол кезде барлық кітаптардан мен бір күні отырып ой түйдім. Барлығының айтатын бір нәрсе,